Бүгін біз бірінші С, З дыбысын қоюды бастайық. С дыбысын, З дыбысын қоюда мен бірінші өзімнің бір нелермен таныстыра кетейін. Бар көрнекіліктерім үйдегі қазір бар кітапшалармен. Мынандай бір альбом бар, логопедиялық альбом, яғни бұл жерде С, З, Ц, осы дыбыстарға байланысты мына жерде суреттер бар. Бұл туралы қазір мен тағы да толық айта кетем. Енді қараңыз, бұл кітаптың бір пайдасын да айтайын. Өйткені мына жерде қараңыздаршы, басында көңілді қызық, көңілді тіл ертегісі бар. Яғни ертек артикуляциялық жаттығулардың құралған ертегі, артикуляциялық жаттығулардан құралған ертегі. Сосын С дыбысының артикуляциясы. Яғни С дыбысын айтатын кезде жалпы мынау артикуляциялық аппараттардың формасы қалай болу керек, мынау тіл қалай болып тұру керек, сол туралы мына жерде хабарландыру беріп қойған. Және де мына жерде С дыбысын айтқан кезде жалпы қандай жаттығулар жасаса болады деген бірнеше артикуляциялық жаттығулар беріп қойған. Енді қараймыз, бізде С, З, Ц дыбыстарын біз ысқырық дыбыстар дейміз. С, З, Ц дыбыстарын айтатын кезде, яғни мені бірінші С-дан бастайық. С дыбысы айтатын кезде артикуляциялық аппаратымыз формасы қалай болу керек? Жалпы тісіміз көрініп тұру керек, екі тістің ортасы кішкене 1 мм-де ашық болу керек, және де ерніміз күлкіде, және тілімізді қараңыздар. Тіл астыңғы тістің артында тұрады, және тіл бүйірі деген міне, тіл бүйірі жоғарғы тіске тиіп тұрады, және тіл ортасынан кішкене ойық болады, өйткені ауа шығу үшін, осы С дыбысы шығу үшін. Енді қараймыз. Балаға енді біз біліп алдық, артикуляциялық формасын жалпы қалай айтылу керек, ысқырық дыбыс екенін білдік. Дыбыс қою барысында 3 тәсілмен балаға қоюға болады, яғни үйретуге болады. Қандай тәсілдер? Ол бірінші тәсіл бізде еліктеуіш арқылы. Мысалы, С дыбысына ұқсас қандай не бар бізде? Жылан, мысалы, жыланның суретін көрсетіңіз. Мынау жылан, бұл қалай ыстылдайды? Осылай арқылы, яғни еліктету арқылы баланы С дыбысына үйретуге болады, қоюға болады. Және екінші тәсіл, бұл механикалық тәсіл. Механикалық тәсілде бізде зондтарды, шпатель, саусақтарды қолданамыз. Және де үшінші тәсіл, бұл аралас тәсілі. Яғни аралас тәсілінде біз не істейміз? Жаңағы еліктеуіш тәсілді де қолданамыз, механикалық тәсілді де қолданамыз, және ауызша түсіндіру тәсілінде қолданамыз. Түсініңіздер ме? Яғни үшінші тәсіл аралас. Жаңағы балада бірінші еліктеуіш тәсіл арқылы сұрап көріңіз, айтқыздыртып көріңіз. Айта алмай жатыр ма? Яғни сіз ол тексеру арқылы сіз ол баланың, яғни сол дыбысы айта алады ма, айта алмайтынын да әрі тексеріп аласыз. Екінші тәсіл механикалық тәсіл. Механикалық тәсілде бізде осы зондты қолдануға болады. Және бізге көмекке келетін ол ухачистка. Яғни ең бір осы барлық үйде бар зат, осы құлақ тазалағыш. Бұл құлақ тазалағыш арқылы көп нәрсені жасауға болады, көп нәрсені үйренуге болады, көп нәрсені жасай алуға болады, дыбыстарды шығаруға болады. Бірден бір көмектесетін құрал осы құлақ тазалағыш. Енді қараңыз, құлақ тазалағыш арқылы біз қалай қоямыз? Жаңа еліктеуіш арқылы қоюды үйретімне, яғни сол дыбысқа байланысты қандай заттарды көрсету арқылы сіз балаға қоюға болады, яғни шығаруға болады сол дыбысты. Егер С дыбысы жоқ, еліктеуіш арқылы көрдіңіз, ол арқылы айта алмай жатыр, бірақ біз механикалық жолмен, тәсілмен өтеміз, яғни ол кезде біздің алдымызда жаңағы зонд келек, немесе зонд болмаса осындай құлақ тазалағыш. Осы жерде бір нәрсені айта кетейін, көбіне зондты қолдануға қатты кеңес бере бермеймін. Өйткені егер қолдансаңыз зондты, жеке әр балаға индивидуально, яғни өзінің зондты болғанын қалаймын.
Енді қараймыз. Енді бізге көбіне көмекке келетін ол ухачистка, құлақ тазалағыш. Енді жаңағыдай сыны айта алмайтын балалар көбіне осы артикуляциялық, жаңа мен формасын, көрінісін айттым. Соны міндетті түрде балаға түсіндіріңіз, яғни тексеріңіз. Бірінші күліңіз, тісіңізді көрсетіңіз, тіліңізді астыңғы тістің артына қоюды айтыңыз. Және не істейміз? Яғни көбіне с дыбысын айта алмайтындар былай айтуы мүмкін. Ол екі тістің ортасы жабық тұрған кезде аша алмайтын жағдай. Және тіл ортасынан ойық болмайды, ол қатты тіреліп тұр. Дейді, сосын тіл сыртқа қарай шығып кетеді. Және осы тіл сыртқа шығып кету арқылы сақаулық та пайда болады. Яғни ол саға дейді, ол сақаулықтың белгісі. Яғни сол жағдай тудырмау үшін механикалық жолмен жұмыс жасаймыз. Ал кеттік. Тілдің ортасына қоямыз. Енді қараңыз. Бұл қандай пайдасы бар? Біріншіден, тісті жаңағыдай біреулерге айтасың, тісті аш деген кезде қатты ашып жібереді. Кішкене жап десең, мүлдем жауып тастайды. Сол тісін қалыпты басқара алмайтын кезде не істейміз? Осы тәсілді қолданамыз. Яғни, ал неге тілге қойып жатырмыз? Өйткені тілдің ортасынан сын айтқан кезде кішкене ойық пайда болу керек, тағына ауа сол жерден шығу керек. Яғни дыбыс сол жерден шығады. Қараңыз. Енді егер қатты осылай қойғанның өзінде айта алмай жатса, онда мынау құлақ тазалағыштың ұшын кішкене тілді басып тұрып істейсіз. Сол кезде мынау тіл басылады, тағына ауа жақсы шығады. Көрдіңіз бе? Осы тәсіл арқылы сіз с дыбысын қоя аласыз. Керемет тәсіл бұл. Және де сіздерге айтатыным, осы дыбысты, жалпы дыбыстарды айтатын кезде бірден бір ең бірінші қолданылатын тәсіл, мен соны басында айтуды кішкене ескермедім, енді айтайын. Жалпы дыбыс қоятын кезде, дыбыс айтатын кезде бізде ауыздан шығатын ауа бізде қатты күшпен болу керек. Яғни, қараңыз, бізде көбіне балалар неге дыбыстарды айта алмай жатыр? Кей балаларда жаңағы артикуляциялық аппараттарға байланысты емес, жалпы тыныс алуға да байланысты, тынысты шығаруға да байланысты, демді шығаруға да байланысты, ауаны шығаруға. Неге? Егер бала ауаны ауызбен дұрыс шығара алмаса, онда дыбысты айта алмайды. Қаншалықты ауызда тілдің нормасы болып тұрса да, тістің нормасы болып тұрса да, егер ауыздан шыққан ауа жақсы шығара алмаса, ауаны ауызбен, онда ол дыбысты айта алмайды. Вот сіздерге. Енді қараңыздар. Ол үшін тыныс алу жаттығуларын жасаңыздар міндетті түрде. Механикалық тәсілдің бір түрін көрдіңізде, яғни ол дыбыс мүлдем айта алмаған кезде, осы с дыбысын мүлдем айта алмаған кезде. Және бізде тағы бір тәсіл бар. С дыбысын қоюдағы тағы бір тәсіл, жаңа механикалық тәсілдің бір түрін көрдіңіз. Енді бізде бар ухачистка. Кейбір балаларда тілінде ойығы бар, яғни тіл ортасынан ауаны шығара алады, тілін ұстай алады, бірақ тісін аша алмайтын балалар бар. Вот тісін аша алмайтын балаларға ухачистканы аласыздағыны екіге бөліп жіберіңіз. Яғни, мынаны аласыздағы, немесе чупа-чупс болады ғой балалардың өздерінің, соны аласыздағыны тек тістің ортасына қойып тұрыңыз. Көрдіңіз бе? Яғни, бұл екі тістің арасындағы 1 мм қашықтықты ұстап тұрады. Сосын с дыбысын үйреткен кезде, қойған кезде кішкене ұзағырақ созып айту және қысқа айтып үйретіңіздер. Түсінікті ме? Яғни, сіз жаңағы механикалық тәсілдің бірінші құлақ тазалағышпен, яғни тілді басу арқылы тіл ортасын ойық жасадыңыз және тісті ұстап тұрдыңыз, және
тісті аша алмайтын балалар болса, тек осылай бір шетін алыңыз дағыны тісті қою арқылы, тіс ортасына қою арқылы не істейсіз? Үйретесіз. Және дыбысты осылай қоясыз. Қою барысында осы дыбысты ұзағырақ айтуды, созып айтуды көбірек үйретіңіз. Өйткені сөздер айтқан кезде осы с дыбысын есту үшін, жақсы өзі есте қалу үшін, есту үшін біз не істейміз? Ұзағырақ созып айтамыз және қысқа-қысқадан айту керек. Енді бізде с дыбысын осындай тәсілмен қоюға болады. Бұл бірден бір өте жақсы тәсілдер. Жаңа еліктеуіш тәсілді айтып кеттім, е? Енді механикалық тәсілдің осы түрін айтып кеттім. Ал үшінші тәсілмен жаңағы сіз аралас түрдерге үшінші тәсіл, ол тәсіл арқылы сіз бірінші балаға жыланды көрсетесіз. Ал жыланды көрсеткеннен кейін ол ысылдайды, е? Ол ысылдау үшін біз қара тілімізді астыңғы тістің артына қоямыз дейміз. Және осы с дыбысын айтатын кезде бақа жаттығуының маңызы өте зор. Мен өткен сабақта айта кеткен болатынмын, е? Бақа жаттығуын дыбыс қою барысында айтамын деп, сосын айтамын дедім сіздерге. Бақа жаттығуын жасаған кезде тіл астында жалпақ күйінде жаттығуын қадағалаңыз дедім ғой. Вот с дыбысын айтқан кезде тіл астында тұрады. Тек тілдің бірінші көп балалар осы тілді басқара алмайды, яғни жоғары көтеріліп кете береді, сондықтан ол сыны айта алмайтын кездері бар. Яғни жоғарыға көтеріліп кете береді дағыны, осы төменге қойдырып үйрету үшін сіз бақа жаттығуын жасатып алыңыз бірінші. Осы жаттығуды көп жасатыңыз. Көбіне балалар бітеді деп жоғары қарай қозғалып кете береді. Жалпы бақа жаттығуын жасатуды үйретіп жатырсыз ғой. Жақсы үйреніп алғаннан кейін бала тілді астына қойып үйренген, яғни қоя алады, ұстай алады. Енді тісті жабу арқылы. Осылай үйретіңіз балаға. Уже бұл баланың дыбыс қойдық, дыбыс шығардық. Дыбыс, енді тағы бір нәрсені айта кетейін сіздерге. Балада жалпы дыбыс қою өте оңай. Ал дыбысты әрі қарай машықтандыру, қалыптастыру, ажырату сол кішкене ұзағырақ уақытты алады. Бір нәрсені айта кетейін тағы да. Балада дыбыс қою тез дедім. Балада бір күнде дыбысты қоюға болады, бір аптада. Енді ол баланың артикуляциялық аппаратына, үйде қайталауына байланысты, баланың жас ерекшелігіне байланысты болады. Балаға дыбыс қою өте тез, баладан дыбысты бірінші сабақтан да қоюға болады дедім ғой. Дыбысты қойды, әрі қарай біз оны машықтандырамыз. Кез келген